Осы аптада елімізде мектеп бітіру кештері өтуде. Былтырғы жылдары түлектердің қатысуымен әртүрлі құқық бұзушылықтардың жасалуы орын алған. Іс-шаралар өткізетін орындарда құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін полиция қызметкерлері және басшылықтан жауаптылар бекітілді. Қоғамдық тәртіпті және жол қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында полицияның патрульдік нарядтары кеш өтетін орындарға жақындатылды. Сондай-ақ жедел басқару орталықтарының бейне бақылау камералары іске қосылды. Жалпы аталған іс-шараға 7 мыңнан астам полиция қызметкерлері тартылды. Іс-шараны басқару үшін жедел штабтар құрылды. Ата-аналардан және түлектерді ескертеміз: қоғамдық тәртіпті бұзбауды, тыныштықты бұзу, алкогольді ішу, жол жүрісі қағидаларын сақтауға, көлікті басқаруға құқығы жоқ адамдардың және мас күйінде басқаруға, автокортеждерде жүруге, қозғалыс кезінде терезе мен люктардан шығуға. Мысалы, 1 маусымда соңғы қоңырау өткізу кезінде бірқатар облыстарда автокортеждердің жүруі орын алған. Нәтижесінде 14 жүргізуші жауапкершілікке тартылды, 3 автокөлік айыппұл тұрағына енгізілді. Су қоймасындағы қауіпсіздікті сақтауға өтінеміз. Педагогтар және ата-аналар іс-шаралар аяқталғанша түлектерге тұрақты бақылауды қамтамасыз етуі керек. Құрметті түлектер мен олардың ата-аналары, бұл мереке сіз үшін тек жағымды жағынан есте қалу керек. Өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыздар.